Армысыздар, эфирде IT News бағдарламасы, жүргізушісі мен Шырыншал Қарғызы. Қазақстанда цифрлық технологиялар саласындағы маңызды бастама Әлем-Ай халықаралық жасанды интеллект орталығы іске қосылды. Мемлекет басшысына таныстырылған бұл жоба жасанды интеллект жүйелерін дамытуға, деректерді талдау мен инновациялық шешімдерді енгізуге бағытталған. Орталықта отандық IT мамандар мен ғалымдар бірігіп, жаңа буын технологияларын әзірлеумен айналысады. Әлем-Ай орталығы Қазақстанның цифрлық даму стратегиясының негізгі бөлігі. Онда білім беру, денсаулық сақтау, экономика және мемлекеттік басқару салаларына арналған интеллектуалды жүйелер жасалмақ. Бұл бастама еліміздің ғылыми әлеуетін арттырып, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті технологиялық экожүйе қалыптастырады. Қазақстан Республикасы үкіметінің мәліметінше, 2024 жылы еліміздің IT қызмет экспортынан түскен табыс 471 миллион ақш долларына жетті. Бұл көрсеткіш соңғы жылдары IT саласының тұрақты өсімін және халықаралық нарықтағы қазақстандық мамандарға деген жоғары сұранысты айқындайды. Премьер-министр Олжас Бектеновтің айтуынша, үкімет 2025 жылға IT экспортын 1 миллиард долларға арттыруды мақсат етті. Осы бағытта мемлекет стартаптарды, инновациялық жобаларды және Астана Хаб технопаркін қолдауда. Бағдарламаның басты мақсаты Қазақстанда орталық Азиядағы жетекші технологиялық хабқа айналдыру. Сондай-ақ Олжас Бектенов басты экспорт бағыттарын атады. Олар Америка Құрама Штаттары, Біріккен Араб Әмірлігі, Нидерланд, Ұлыбритания, Германия және тағы да басқа елдер. Қазақстанда Әлем криптофонд қоры іске қосылды. Жоба ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен жүзеге асуда. Сонымен қоса елдегі криптотехнологиялар мен блокчейн саласын дамытуға бағытталған. Қор цифрлық активтер нарығындағы инновациялық жобаларды қолдап, жастардың заманауи қаржы технологияларға қатысуына жағдай жасайды. Әлем криптофонд еліміздегі цифрлық экожүйені кеңейтеді. Жоба аясында білім беру бағдарламалары, стартаптарды қаржыландыру және халықаралық әріптестік жобалар қолға алынбақ. Бұл бастама Қазақстанның цифрлық экономиканы дамыту стратегиясымен үйлеседі және елдегі жаңа қаржы технологияларын аймақтық орталығына айналдыруды көздейді. Бүгінгі IT жаңалықтар осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Шырыншал Қарғызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.